Ең бастысы саған айтқым келетіні, Көркемжан, сен мына өмірде бір биік белеске шыққан болсаң, ол ең үлкен белес, ол сенің әкеңнің иығы болып қала бермек. Сол анаңның ақ сүтімен, әкеңнің айналайынымен дарыған сенің тұла бойыңдағы тәлім тәрбиеңді ешкім жұлып ала алмайды. Енді әрқашанда ана жүрек алаңдаулы, қанша дегенмен қандай керемет жерге барса да, енді сіздің қызыңыз керемет. Біз бірінші рет көріп тұрған жоқпыз, Архат осыған дейін бізге таныстырды. Ол барған жерін шынымен бақытты қылатын қыз. Ақыл ойы, сана сезімі сондай биік, керемет, жақсы тәрбиелегеніңіз көрініп тұр. Дәл осындай тәрбиесімен ол барған жердің абыройын асқақтатпаса сүрмейтіні сөзсіз. Енді менің міндетім жігіт жолдас болып келгендегі досымның мақтауын асыру керекпін ғой. Енді мына жерде бір артық алып қосып мақтау жібереді деп ойламаңыздар, бар деп айтайын. Архат деген таза ауылды көрген жігіт. Шыңғырлаудың мына көп айтпай жатыр, марксизм деген жері бар. Қазақша Торатпас дейді, сол жақта Торатпас деген тау бар. Сол таудың етегінде ауылдың кішкентай қап-қара баласы болып бұзау қуып өскен бала. Бұл таудың етегінде жүріп, таудың шыңына қол созды деп ойламаңыздар. Бұл бала таудың шыңына емес, бұл аспанға қол созып өскен бала. Арманы биік, өзінің не қалайтынын білетін жігіт. Бұл ең бастысы әже көрген жігіт. Өкінішке орай марқұм Астай әжеміз енді ортамызда жоқ. Ол кісі де қуанып жатқан болар. Ол кісі ұстаз болған кісі, сондай керемет бір ақ жарқын, ол кісінің қолынан тамағында ішіп көрдік. Сол Архат сол кісінің тәрбиесінде болған кісі. Бұл сіздің қыздарыңызды ренжітпейтіні белгілі. Енді Көркемжан, айналайын, бақытты бол барған жеріңде. Біз саған сенеміз. Біздің Архат біз үшін қазір Арик дейміз ғой. Енді нағыз Арике қылатын қыз сенсің. Сен алған кезде қуанамыз. Мына достарымның бәрі үйленіп жатыр. Мына достарым үйленген сайын әйеліне қарап қоямыз. Енді біздің бар мұңымыз сол ғой. Ертең үйіне барғанда қабақ шытпай бір керемет қылып бір шайын құйып берсе де ризамыз ғой деп. Енді Көркемді көріп сондай қатты қуанып тұр. Досым, бақытты болыңдар. Архат енді отбасы болғасын, енді бізде опыт жоқ. Бірақ айтады ғой, мына үйленгендер отбасы болғасын ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды дейді. Шынымен солай болар. Қазақта мына жақсы сөз бар: қол сынса жең ішінде, бас жарылса бөрік ішінде дейді. Сыртқа сырларыңды білдірмеңдер, өздерің жақсы болыңдар. Мына махаббат деген керемет сезімнің толқынында әрқашан бірге тербеліп, керемет гармонияда болыңдар дегім келеді. Мына жерде тағы айтқым келетіні, мына әкесі, Көркемнің әкесі біздің құдамыз, күрестен жеңімпаз дейді. Ең бірінші айтқым келетіні, бұл кісі мына күрестің чемпиондығынан бұрын мына өмірді жеңіп алған кісі екен. Дәл осындай әлі күнге дейін қанша жыл өтсе де, ол кісінің атын жоқтатпай керемет осы жерге келіп отқан достарына, құрдастарына, шәкірттеріне, барлығына басым дейіп алғысымды айтқым келеді. Жүз жасаңыздар, аман болыңыздар. Енді отбасының бақытын тілейміз. Дәл осындай ұстаздардың отбасында өскен, нағыз осы тәлім тәрбиені көре білген, білімді жинай білген осы Архат пен Көркемнің шаңырағынан болашақ біздің еліміздің жалауын желбірететін нағыз азаматтар мен азаматшалар осы отбасынан шығады деп сенем. Енді біздің Архат, тағы да бір мақтап жіберейін, артық етпес. Өте білімді болды, өте алғыр, тым пысық болды. Біз Шыңғырлаудан бері таныспыз. Одан кейін мына Оралдың нөмірі 1-ші болып саналатын Қазақ түркі лицейінде білім алды. Осы тұрғанда түр қап-қара деп ауылдың баласы ойлап тұрсыздар ма? Төрт тіл біледі осы тұрғанда. Одан кейін қазақ интеллигенциясының альма-матері саналатын Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде білім алды. Дәл осындай бір бойына жақсы қасиеттер жарасқан досымның бүгін қуанышы, Көркемжанның қуанышы. Қуаныштарыңыз көп болсын. Дәл осындай қуанышты күндерде, қуанышты сәттерде басымыз қосылып, күліп, жайнап жүре берейік дегім келеді. Бұл жерден де Көркемнің қуанышы болғаннан кейін бір ауыз сөз өлеңмен былай айтқым келіп тұр. Күндер байтып, күндер батып, таңдар қайта атса да, ал Көркемжан барған жерді бақсана. Ата-анаңды жаман атқа қалдырмай, болғайсың тек жақсы келін жақсана. Қуанышты күндерде, тойларда, қуаныштарда жүздесе берейік. Тойларыңыз құтты болсын.